неке қандай жағдайда қиылады және тоқтатылады? Оқу мақсаты: неке қию және тоқтату шарттарын анықтау. Яғни балалар, бүгінгі сабақпен байланысты құпия зат не деп ойлайсыңдар? Құпия зат не деп ойлайсыңдар? Неке куәлігі. Неке куәлігі немен бүгінгі сабақпен қалай байланысқан деп ойлайсыңдар? Себебі екі жас некеге тұрғанда осындай неке куәліктері қолына берілген. Бұл неме заңдастырған азаматтық неке деп саналады. Өте жақсы. Енді неке дегеніміз өз еріктерімен және заңды көрсетілген реттермен толық келісе отырып, жанұя құру мақсатында мүліктік және мүліктік емес жеке қарым-қатынастан туындататын әйел мен ер адамның арасындағы тең құқықтық одақ екен. Некенің белгілері: неке еркек пен әйелдің одағы, неке ерікті тең құқық одақ, неке заң тәртібіне сәйкес қиылған, неке мақсаты отбасын құру, неке құқықтық салдарының өзара мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастардан туындайды. Неке отырудың алғы шарттары: жағымды алғы шарттар және жағымсыз алғы шарттар бар екен. Яғни 10-шы бапта жағымды алғы шарттары ерікті және толықты келісіммен жасалған еркек пен әйелдің арасындағы тең құқықты одақ. Неке ерлі-зайыптылық жасы еркектер мен әйелдер үшін 18 жас болып белгіленеді. Жағымсыз жақтар 11-ші бапта: бір жыныстық адамдар тараптарынан біреу басқа некеде тіркелсе, бір жыныстық жақын туыстардың, бала асырап алушылар мен асырап алған балалардың бір-бірімен неке құруы осы жағымсыз әсер болып саналады екен. 5-ші психологиялық ауру немесе ақыл-ес кемдігі салдарынан әрекетке қабілетсіз деп танылғандарды айтады екен. Ресми көп әйел алуға рұқсат етілген 10 ел бар екен. Яғни ОАЭ, Бруней, Сирия, Мысыр, Алжир, Біріккен Арабтар Эмираты, Конго, Мамаба, Нигерия, Сауд Арабиясында көп некеге рұқсат берілген екен. Неке жасы еркектер мен әйелдер үшін 18 жас болып белгіленеді. Дәлелді себептер болған жағдайда мемлекеттік орны ағаш органдарына неке жасын 2 жылдан аспайтын мерзімге төмендетілуі мүмкін. Неке жасын төмендету туралы өтінішті некеге тұру тілек білдірушілер немесе олардың ата-аналарды не қорғаушы, қамқоршысы берілген жеке жасын төмендету қажеттілігін туындайтын себептерді көрсете отырып қорғай алады екен. Неке отыру ерлі-зайыпты болу, тілек білдірушілер мен олардың ата-аналары не қамқоршысы берілген жеке ерлі-зайыптылық жасын төмендету қажет туындайтын себептерді көрсете отырып ерлі-зайыптылар жасын төмендетуға өтініш беріледі. Неке тұру тәртібі: некеге тұратын адамдардың тікелей қатысуымен мемлекеттік азаматтық хал актілерінің жазу органдарына қиылады. Неке қиюға неке тұру тілек білдірушілер ағаш органдарына арыз берген күннен бастап 1 ай мерзім өткен соң жүргізіледі. Енді балалар, бүгінгі тақырып бойынша кітаптаршамыз параграф 16-дан 88-ші беттен 92-ші беттегі мәтінді оқып шығамыз. Осы мәтін бойынша қазір тапсырмалар беріледі. Мәтінге 2 минут беріледі. Тез мұқият зейін қойып оқып шығамыз.
Балалар оқып болдық, енді тапсырма берді. Бірінші тапсырма жеке жұмыс жасаймыз. Ақиқат не жалған деп аталады. Берілген мәтінде жалған не ақиқат сөздері астында берілген жазамыз. Жауабы мен өзіндік дәлелдермен айтамыз. Мәтін берілген, сол мәтінде ақиқат не жалған берілген жерге плюс минус белгісін қою арқылы жазамыз. Yazamız sizlere. Берген тағам егіліп жасамыз. Болды ба? Бәріміз енді бір-бірімізге ауысамызда тексереміз, бір-бірімізге береміз. Тексереміз. Тақтада жауап жатыр, сол арқылы тексереміз. Неше қате жібер? Кімдік не бәрі дұрыс? Күлімдікі дұрыс. Кім бір қате жібер? Алтынай қандай жерден қате жібер? Қандай сұрақтан? Қандай сұрақ берілген? еңбекке қабілетсіз жұбайы сондай-ақ кәмелетке толмаған балалардың құқықтауға қаражат төлеуге қатысты туындайтын даулар шкиптар болғанда қаралады. Жалған ба ақиқат екен? Жалған. Мына жақта неше қате жібер? Кімдікі дұрыс? Бәрінікі? Дұрыс па? Енді келесі тапсырма. Жұптық жұмыс. Төменде берілген сөздерді қажетті бағанаға орналастырамыз. Бірінші, некеге тұру шарттары, некеге тұруға жол бермейтін жағдайлар. Неке тоқтату астында кілт сөздер тұр. Сол кілт сөздерді осы бағаналарға бөліп жазып шығамыз. Дескрипторлар некеге тұру және некеге тұру шарттарын анықтаймыз. Некеге тұру және некеге тұру шарттарын жазып көрсетеміз. Жұптық тапсырма екеуін орындайсыздар. Екеуін орындайсыздар. Жұптық тапсырма екеуін орындайсыздар. Мұнда тапсырма беріліп тұр, кілт сөздер тұр, мына жерлерде бағанаға берілген. Неке тұру шарттары қайсысы некеге тұру шарттарына жатады? Некеге тұру шарт жол бермейтін жағдайға қайсысы жатады? Некені тоқтату кезінде
Qanday жағдай? Бұларды бөліп жаңа бағаналарға жазып шығамыз. Астында кім сөздер тұр? Біреуін жазып отырамыз. Кілт сөздер тұр. Мына кілт сөздерді былай бағана бөліп жазамыз. Tezirek yazamız, tezirek. Неге жүріп тұру шарттар қандай? Неге тұрар кезінде шарт қойылған деген солар жазамыз. Неге тоқтату кезінде қандай тоқтату? Неге тоқтату? Оны тоқтатуға жақын туысқан 16 жасқа ол кей жағдайларда некеге тұрды шартында бар 16 жасқа асырап алушылармен және 2 жыл жас деген. Tezірек жазамыз. Ұмытпай еден айтады. Бірінші некеге тұру шарттары қандай? Некелі адам неке шартына тұра алады ма? Неке шарттарына? Неке бұрын некесі бар адам. Бұрын некесі бар адам қайтадан некеге? 18 жасқа толған адам. Некеге тұруға жол берілетін жағдайлар. Бір жынысты адамдар, жақын туыстар, асырап алушылар, асырап алғандар, кейде 16 жас. Некені тоқтату ол ерлі-зайыптының бірінің өмірден кеткенін соттан хабарлауы, ерлі-зайыптың бірінің өлімі, сот шешімімен жеке ауруына шалдыққан адам. Елжана дұрыс айтты ма? Қай жерден қателесіз? Қай жерден дұрыс айтты? Алтын айт. тура солай тек бір адамның Бір жыныстық. Иә, ол неге жатқызын? жоқ емес бір адамның жүйкежесіне 12 некеге тұруға берілген жағдайларда келесі. Келесі.